неттенер, сергелдең мен өткенер, еділ менен дендерден, сағыз менен жемдерден, одан да талып өткенер деп Махамбет батыр жыр арнаған. Дендер даласы талай тарихты артқа қалдырған құтты мекен. Жиембет жырау жыр жонып, Асанғайға өлеңнің табаны тиген. Сырым мен Махамбеттей батырдың, Малайсары мен Есет билердің, Мұрат Мөңкілұндай төкпе ақынның, дебөлете күй төккен баламайсаңдар жер жанаты санаған. Жотасы биік дендер таулы өлке бұл. Дендерім менің ардақтелім, шаттыққа толы айналаң. Ата бабадан мұраға қалған, жайықтың бойын жайлаған. Ардақты елім, айбыным менің, күмбез тау шалқар айдыным. Дендерім менің, кенделім менің, қазаққа ортақ байлығым. Аудан Есбол деген атаумен 1933 жылы құралған. Индер ауданы Атырау облысындағы өнеркәсіпті және ауыл шаруашылықты аудандардың бірі. Индер ауданының жері Каспий маңы ойпатының солтүстігін алып жатыр. Ауданды екіге бөліп жатырған Жайық өзенінің батыс жағы негізінен жазық құмды шөл болып келеді. Ал шығыс жағы үстіртті. Индер мен Жамантау тауларының теңіз деңгейінен биіктігі 52 және 26 метр. Одан әрі сортаң топырақты жазық айналады. Индер тауында карстық опырылымдар мен үйінділер өте жиі тараған. Индер көлінің жағасындағы төбешіктердің асты күмбез пішінді тұздардан тұрады, және көлдің өзі әртүрлі шикізаттарға бай. Борат, калий, магний, ас тұзы, гипс, қиыршақ тас, ұлу тас тағы басқалары. Ауданда кеңес дәуірінде бүткіл елді боратпен қамтыған борат зауыты қызмет жасады. Индербор кентінің Атырау қаласына дейінгі арақашықтығы 190 шақырым. ғасырдың басындағы Индер ауданының білім беру саласындағы тарихына көз салсақ, оқуға құштар балалар мешіттер мен мұсылмандық мектептерде ғана дәріс алған. Оған дәлел Құм өлкесіндегі Арал Хазірет, Айып Қажы, Жиенғали мешіті, Тегіспай, тағы да басқа мешіттердегі арабша ғана қаттануға, мұсылманша оқуға ғана қол жеткізген. Ал Гори, Гребенщик, Кулагино секілді орыстар мекендеген жерлерде шіркеулер жанындағы 2 класстық училищеде ауқаттылардың ер балалар ғана оқытылған. Кеңес үкіметінің халықты жаппай оқытуы қарсаңында Кулагинодағы 3 жылдық церковно-приходская школасы жұмыс жасаған. 1924 жылы аудан жеріндегі 11 қазақша, 4 орысша оқу орнында бар болғаны 15 мұғалім болды. Кейін Құм ішіндегі Жұлдыз, Қостан, Қарой, Майда, Қырғи, Тума, Қозауыл тағы басқа мектептері халыққа білім берудің үлкен ортасына айналды. Аудан халқы отан соғыс жылдарында да тылда еңбек көрігін қыздыра білді. Индер ауданынан майданға аттанған 3654 жауынгердің арасынан тең жартысы жанын пида етсе, еліне батыр атанып оранған майдангерлердің ішінде 3 кеңестер одағының батыры, 1 даңқ орденінің толық кавалері бар. Бейбіт заманда аудан көлеміндегі кеңшарларда еңбек еткен бірнеше адам социалистік еңбегері атағын иеленді. Трудовик колхозы мал өсірудегі жетістіктері үшін Ленин орденімен марапатталды. Аудан перзенттері Сағидолла Құбашев, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 2-ші хатшысы, Өтешқали Атамбаев КСРО министрлер кеңесі жанындағы Қазақ КСР министрлер кеңесінің тұрақты өкілі лауазымына дейін көтерілді. Ауданда мәдениет пен өнер өркен жайып, бірнеше ұлт аспаптар оркестрі, халық театрлары, жеке мәдени ұжымдар қызмет жасап келеді.
ағартушы Мұханғазы Сиранов, жазушы Есенжол Домбаев, қылқалам шебері Мұрат Қалимов, ақын Қойшығыл Жылқышиев, Барт ақыны Табыл Досымов, тағы басқалары өз таланттарымен қалың елге танылды. Тәуелсіз қазақ елінің өркен жаюына зор үлесін қосып, құттық Қойнаулы ауылдарды мекен еткен дендерліктердің әлі де талай тарихтың куәгерлеріне айналары даусыз. Аудан көлемінен түсірілген бірнеше сериалы, ротасы биік дендерім, тарихи танымдық деректі фильмі аудан тарихынан толымды сыр шертіп, жас ұрпақтың өз атамекенін тереңнен тани түсуіне жол ашатынына сенімдіміз.